Достар, сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, ұнтақ жармасы, яғни манная крупа қосылған сырники дайындаймыз. Ол үшін бізге 5% ірімшік керек болады. Ірімшік міндетті түрде балғы және дәмі қышқыл емес болуы тиіс. Сонымен 360 грамм ірімшікке 2 жұмыртқаның сарысын және 2 ас қасық қант ұнтағын қосамыз. Бірінші, мінеке осылай видеода көрсетілгендей силикон таяқшасымен араластырамыз. Кейін бір келкі болу үшін блендермен езіп аламыз. Мінеке бізде осындай бір келкі қою масса болды. Енді осыған 2 ас қасық толтырмай ұнтақ жармасын салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнтақ жармасы толық сіңіп кету үшін 30 минутқа қоямыз. 30 минут өткен соң жұмыс істейтін орынды және қолымызды кішкене ұндап аламыз. Енді салмадан алып, оны бірінші қолымызбен домалатамыз. Кейін видеода көрсетілгендей сырниктің формасына келтіреміз. Осы процесте ұнды барынша аз қолдануға тырысыңыздар. Дайын сырниктерді міндетті түрде бетіне ұн шашылған ыдысқа қоямыз. Енді қызып тұрған табаға кішкене сары май салып, оны ерітеміз. Сырниктерді орташа отта әр жағын 3-4 минуттай бетін жаппай пісіреміз. Менде электр плита, ең қаттысы 6, сондықтан да мен 3-ші дәрежесінде пісіремін. От міндетті түрде орташа болу керек. Егер қатты болса, онда сырниктер күйіп кетеді, сондықтан да мұқият болыңыздар. Мінеке достар, сырниктер дайын, оларды варенье, джем, немесе өзіңізге ұнайтын әртүрлі сироптармен, жеміс-жидектермен жесеңіздер болады. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Осы рецептпен сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.